Бір минут мен айтайыншы, мында не сайлау жайлы. Сайлауға көрінген адам өзін үміткер ретінде қазір ұсынамайды. Себебі ол немесе саяси партиядан өзін ұсыну керек. Немесе жаңағы қоғамдық бірлестіктен, өзінің 9 филиалы бар бір қоғамдық бірлестіктер болады, заң бойынша солай. Сондай қоғамдық бірлестік ұсыну керек. Өзін бізде заң бойынша адам ұсынамайды. Одан кейін бізде мынандай нелер бар. Президентке өзін үміткер болып ұсынатын адам біріншіден жасы 40-тан асу керек, 40-қа толған болу керек. Қазақ тілін білу керек, емтихан тапсырады қазақ тілінен. Одан кейін мемлекеттік қызметте 5 жыл жұмыс істеген адам өзін үміткер қылып ұсына алады. Жаңағы саяси партия немесе қоғамдық бірлестік қана оны ұсына алады. Былай көрінген адам өзін ұсынамайды. Сондай нәрселер бар бізде заңнамада. Түсінікті. Бірақ енді халық болып, өздері халық болып сайлап алса болмай ма не? Халық қып сайлағанда сіз жаңа айтып жатсыз ғой, интернетпен сайлап аламыз, өйтеміз. Интернетпен сайлау деген жоқ қой біздің заңнамада. Біздікі бұрынғы замандағыдай барасың, бюллетень тастайсың урнаға. Сайлау комиссиясында кілең мұғалімдер отырады бізде. Олардың бәрі мемлекет қызметкер болып санала ма, жаңағы жоғарыдан айтқан бұйрықты орындайтын адамдар. Түсінесіздер ма? Иә, аға, сізбен толық келісемін. Аға, тура айттыңыз. Әділ сайлау өту екіталай. Одан кейін кез келген ауылдың өзін қарайтын болсаңыздар, жаңағы құзырлы органдар көп нелерді байлап алған. Жаңағы ақсақалдар алқасы болсын, тағы да өтірік ойыншық бандиттар болады ғой ауылды жерлерде. Солардың бәрі байланған үкіметтің адамдары. Солар не айтады, соны істейді халық. Түсінесіздер ма? Анандай халық өзі сайлап алады президентті деген әңгіме ол өте қиын жағдай. Біз ондайға әлі саяси сауат жеткен жоқ біздің халықта. 2 айда үлгере алмайсың. Ағасы. Марғұлан деген кісілер неғып шықпайды сондай үміткер болып? Қай Марғұлан? Марғұлан Сейсенбаев, Мұхтар Жәкішев деген сияқтылар. Мен Мұхтар Жәкішев туралы айтайын, оның сотталғаны погашыны емес, ол жақында ғана түрмеден шыққан адам. Марғұлан Сейсенбай жаңағы 5 жыл мемлекеттік қызметте істемеген адам, ол өмір бақи бизнесті істеген адам. Олар автоматически өз-өзін үміткер қылып ұсынамайды олар. Түсінесіздер ма? Енді былай қарасаң, өзі солардың мына видеообращение неше түрлерін роликтарын көрсең, комментарияларын оқысаң, бүкіл халық соларды нетеді ғой, қолдап тұрады. Одан кейін бізде де мысалы қарапайым адамдарда интерес болады, бұл қандай адам деп тексересің, зерттейсің, қарасаң, елін, жерін ойлайтын азаматтар сияқты былай қарасаң. Марғұлан Сейсенбай банкир ғой, Альянс банктың қожайыны болған кезінде. Жоқ, банкир болса да, кім болса да, мына екі азаматтың екеуі де қазақ еліне біраз вложение, өздерінің күштерін салып, біраз дамытқан адамдарға ұқсайды ғой, өзі, бұлай автобиографиясын оқып шықсаң да. Қазаққа пайдасы жібермейді оларға 2 айда. Сол үшін 2 айда асығыс істеткізіп жатыр ғой, нені? Асығыс істеткізіп жатыр. Зеленский қалай болды? Заңды өзгерту керек қой. Зеленский қалай болып кетті, мысалы, актер болып жүріп? Енді олардың заңы бөлек қой, біздің Қазақстандағыдай заң жоқ қой оларда. Ол Зеленскийді қойған адам білесіздер ме, кім екен? Оны олигарх спонсор болды, Коломойский деген. Ол ақшаның арқасында болды. Түсінесіздер ме? Көрінген адам президент бола алмайды, ақшасы жоқ адам президент бола алмайды, мен сіздерге айтайын сразу. Жоқ, кешірім сұраймын. Ағас, мен сөйлесем бола ма? Айта беріңіз. Мен сөйлесем бола ма?
иә, дұрыс айтасыз, ана актерді Коломойский, бірақ енді бір заң бар да, шыны керек, мен енді сіз ол жағын білдіңіз ба? Мен именно сол жан естігенімде, сол Коломойский ана финансировать етті дегенде, по идее, ана ең бірінші шыққан кезде, ол, иә, оның қарамағында істеді, соның ана компаниясы бар ғой, соның бір несін басқарып отырды. Бірақ ол как ана көтеріле бастағанда, ол определенно ана акция, мысалы, бірінші бірге істеп жүрді да, ол өтірік емес, ол шындықта қарамағында істеп жүрді. Бірақ өкінішке орай ана ол өзін басқа жағынан қырғы көрсетіп, өзін автоматически ана как бы болады ғой, ана өз еншісін алып бөлек кеткен. Алло, менің ана тетіктерден естігенде, ол тетіктерден алды да өзінің определенно ана болады ғой, ана өзінің андай процент определенный, то что просто ана бір-бірімен ана біргелесіп істейміз, бірақ мынау өзінің долясын, анау өзінің долясын. Мен солай көтерілді дедім. Енді ол Коломойский ана финансировать етті десең, енді может онда барса, бірақ менің естігенім бойынша, иә, ол алдында істеді, бірақ бірте істесіп и бөлек кеткенін мен то, что